Іблістің балалары. Тәңірі адамды топырақтан жаратып, барлық мақұлыққа орынбасарын тамашалауды бұйырды. Періштелер жиналып, адамды айналып қарап көрді. Сол кезде Ібліс лып етіп, адамның мұрнынан кіріп, оның бүкіл дене мүшесін, ағзасын, қан тамырларын аралап шығады да, 3 баласын адамның 3 жеріне орналастырады. Бірінші баласын адамның өңешіне жайғастырып, сен көмейде отыр. Адам сөйлегенде сөзінің арасына анайы сөздер салып тұр. Сенің әсеріңнен жағынан жаңылып, басы бәлеге шатылатын болсын, деп тапсырады. Екінші баласын жүрекке орналастырып, адамның жүрегіне күмән саласың, соңғы демі үзілгенше күдіктен арылмайтын боласың, дейді. Үшінші баласын қуықтың басына қойыпты. Сен кіші дәрет алғанда бір тамшы зәрін тұтып қал. Адамдар құлшылыққа кірісіп, намазын өтеп жатқанда бір тамшы зәрді ағызып, оның дәретін бұзасың, дейді. Содан бастап, Іблістің 3 баласы адамның 3 жерінде отырып, кесірін тигізетін болыпты. Егер пенде аңдап сөйлемесе, басы дауға шатылып, тірісінде Тәңірге иман келтірсе де, күмәннен айықпайтыны және намазының жиі бұзылатыны содан екен. Сондықтан мұсылмандар дәрет алғанда тамағын терең шайып, ғар-ғара тартып, өңештегі шайтанды уады. Тәңірдің есімдерін зікір етіп, жүректегі шайтанды тоқпақтайды. Дәрет алғанда тахараты кәміл болмай, намазға тұрмайды. Екінші бір аңызда Ібліс періште сипатында келіп, адам мен Хауаға бір қоржын беріп кетеді. Ол кезде адам ата мен Хауаны әлі еш нәрсені байыбын білмейді екен. Қоржынды ашып қалса, лып етіп балық шығыпты. Мынау балық екен ғой, суға жіберейік, дейді де суға жібереді. Қоржынға тағы қолын салып қалғанда, саусақтары күйіп қалады. Онда шоқ жатыр екен. Мынау шоқты не үшін салған? Отқа тастамай ма? Деп оны күлге лақтырып жібереді. Қоржында тағы бір зат қомпиып жатады. Қараса, ет екен. Бізге азық беріп жіберген екен ғой, деп оны жеп қояды. Қоржындағы 3 зат Іблістің балалары екен. Кейін Ібліс балаларын шақырып алып, 3-еуің жайлы жерге орналастыңдар, дейді шаттанып. Балыққа ұқсайтын ұлына, сен суға келген адамды азғыр, дейді. Шоққа ұқсайтын екінші баласына, кім күлді басса, соны тура жолдан тайдыр, дейді. Етке ұқсайтын кенжесіне қарап, ең жақсы жерге жайғасқан сенсің, адамның ішінде отырып, оны азғырасың, депті.